Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді макарон дайындайтын боламыз. Ендеше кеттік. Ендеше видеомызды бастаймыз. Ең алдымен бізге керекті заттар сәбіз, пияз және де картопты осылайынан видеода көрсетілгендей етіп ашып, жуып аламыз. Және де бізге ет керек болады. Мен қазір мыналарды жақсылап турап алатын боламын. Ал достар, турап бастаймыз біз. Ең алдымен осылайынан кесіп алсаңыздар болады, өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен. Андай егер қалып кетсе, просто так алып тастаймыз. Одан кейін бір сөзбен айтқанда, картошкалардың барлығында осылайынан турап аламыз. Неке картоптардың барлығын осылай турап алыңыздар. Неке достар, керекті заттарды осылайынан ашып, турап, дайындап аламыз. Енді рет-ретімен қуырып дайындайтын боламыз. Ең бірінші етімізді қуырып аламыз. Неке бірінші етімізді қуырып аламыз. Екінші пиязды саламыз. Пияздан кейін сәбізді саламыз. Енді картоп саламыз. Жақсылап араластырып жасап аламыз. Неке достар, енді осылайынан су құйып аламыз. Және де біраз уақытқа қайнатамыз. Айтпақшы, қазір тұз себетін боламыз. Тұзды өз көз мөлшерлеріңізге саласыздар, өйткені сіздердің ыдыстарыңыз басқа, қосатын қоспаларыңыз басқа болғандықтан тұзды өз көз мөлшерлеріңізбен саласыздар. Достарым, неке жақсылап қайнап болғаннан кейін бетіне макаронды саламыз. Және де бұл жерде менде дайын макарон саламыз, және де ұзақ уақытқа бетін жауып қоямыз. Ұзақ уақыт қайнағаннан кейін осындай болып шығады. Неке достар, біздің тағам дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, керемет рецепт. Сау болыңыздар.